Сауыт Сайманның алғаш жасалуы. Дәуіт пайғамбар Құдайға: «Уа Тәңірім, атса оқ өтпейтін, шапса қылыш кеспейтін, сүңгі салса дарымайтын болаттай берік киімді қайдан тапсам болады?» деп сұрады. Тәңірісі Жебірейілді жұмсады. Жебірейіл қара қоңызды алып келіп: «Дәуіт, мына қоңызға қара. Оның денесі мықты сауытпен қапталған. Осы сауытының арқасында қара қоңыз қаншама қауіп пен қатерден аман қалады. Басындағы телпек жантіктердің қауіпті инесінен қорғайды. Сен де сол сияқты басыңа дуылға жаса. Денеңе темірден сауыт соқ» деді. Дәуіт қара қоңызға қарап сауыт Сайман жасаған екен. Бір күні Дәуіт темірден түйін түйіп жатыр еді. Ұстаханасына бір көршісі келіп, ол сауыт Сайман қару-жарақтарға қарап тұрып: «Әй Дәуіт, мына қарудың ішіндегі жауға сілтер сайманың қайсы?» деп сұрады. Дәуіт тілін көрсетіп: «Тілді тыю ең үлкен қару, артық бәле тілден» деп жауап берген екен. Мизам мен Сират көпірі. Бір күні Дәуіт Тәңірісіне бүйдеді: «Уа жаратқан ием, қияметте пендеңнің амалын өшпейтін мизам таразыңды көрсетші» деді. Жаббар хақ ғайыптың пердесін түріп таразыны көрсетті. Дәуіт оның айбаты мен салтанатын көргенде қатты таң қалды. «Уа жасаған, әуелден ақырға дейін дүниеге келіп кететін құлыңның бәрі жабылса да таразыңның тасын бір мысқал аудара алмас» деді. «Әй Дәуіт, пендемнің ықыласымен берген бір құрмасының өзі-ақ таразының тасын аударуға жетеді» деді Тәңірісі. «Уа Раббым, Сират көпірін көруді жаным тілейді. Көпірді көрсетші» деді. Хақ тағала оны да көрсетті. Дәуіт көпірді көргенде қатты таңданып: «Уа Құдайым, адам баласының ешбірі бұл көпірден өте алмас» деді мұңайып. «Әй Дәуіт, жан ділімен Тәңірді бір деп таныған пендем Сират көпірден жасындай жарқ етіп өтеді. Бұл көпір момындар үшін дүниедей кең, залымдар үшін қылдан жіңішке болады» деді. Дәуіт пен Әзірейіл. Бірде Дәуіт пен Әзірейіл періште сұхбаттасып отырғанда, олардың үстіне Дәуіттен қарыз сұрап бір жігіт кіріп келді. Дәуіт оған ақша берді. Ол кеткен соң жан алушы періште: «Ей Дәуіт, сен мына жігітке қарыз беріп жатырсың. Құдайдың әмірімен жігіттің жанын 7 күннен соң аламын. Ол пақыр ажалынан бейхабар. Ақыретпен ісі жоқ. Сауда жасаймын деп сенен қарыз алып жатыр» деді. Арада 2 апта өткен соң жігіт Дәуітке қарызын қайтарады. Пайғамбар оның тірі жүргенін көріп Әзірейілден: «Мына жігіт сау саламат әлі жүр ғой?» деп сұрады. Сонда Әзірейіл: «Жоқ Дәуіт, жігіттің ажалы толып еді. Сенің үйінен шығып бара жатып, жолда қайыршы жетім баланы көрді. Оған мейірімі түсіп, қолындағы бар ақшасын бере салды. Жетім қуанып: «Аға, Алла ұзақ ғұмыр берсін» деді. Жетімнің тілегі қабыл болып, Тәңірім оның ғұмырын ұзартты, несібесін көбейтті депті. Садақа бәлені жояды деген нақыл сөз осыдан қалған екен. Шошқаның еті неліктен арам? Дәуіт пайғамбар бір дінбасының қатты бұзылғанын естиді. Дінбасы түнде әйелі де, өзі де көңілдестермен бір үйде зина жасап, күндіз халыққа уағыз айтады екен. Дәуіт анық-қанығын білу үшін бір батырын жұмсайды. Ол дінбасын іздеп келеді. Қараса әйелі екеуі көңілдестермен сайран құрып отыр екен. Батыр ашуланып барлығын шауып тастайды. Дінбасының бөлінген денесінен 2 шошқа пайда болады. Ол екеуін де шабады. Бірақ ол 4-ке көбейеді. 4-еуін шапса, ол 8-ге айналады. Шошқаны қанша бөлшектесе, сонша есеге көбейе берді. Амалы құрған батыр пайғамбарға келеді. «Ей Дәуіт, дінбасыны өлтіріп едім, шошқаға айналды. Шошқаны өлтірсем көбейе береді. Не істеймін?» дейді. Дәуіт: «Дінбасы Алланың кәріне ұшыраған, жер қабылдамады, азғаны үшін шошқаға айналды. Енді қияметке дейін араларыңда шошқа болып өмір сүреді. Одан қашық жүріңдер» деген екен. Құдайдың қазынасы. Дәуіт бірде: «Уа жаратқан ием, жер бетіндегі патшаның қазына қоймасы бар. Сенің де қазынаң бар ма?» деп сұрады. «Бар» деді. «Ол ғаршыдан биік, күрсіден кең, дүниеден қымбат, ұжмақтан ұлық» деп жауап берді Тәңірісі. «Ол қандай қазына?» деді Дәуіт ынтығып. «Менің қазынам кішіпейіл кісінің көңілі.
Жердегі патшалар қазынасына күніне бір рет кіріп қараса, мен күніне 365 мәрте назар саламын. Ел жұртыңа айт, көңілін кір ойдан таза ұстасын, ішіне ар ұяттың дартсын, қайыр сахуаттың нәрін құйсын, сонда ғана қазынамның байлығы көбейе береді деді. Уа Аллам, патшаның қоймасын аңдыған ұры-қары көп. Сенің қазынаңның барымташысы бар ма? Бар, деді. Ол шайтан. Халқыңа айт, қазынасын ұрлатпаймын десе, қақпасына күзетші қойсын. Ол қандай күзетші? Ол адамның тағаты мен құлшылығы. Бірақ адам тағат қылғанда мына 3 жайды санасына мықтап тұтсын. Әуелі тағаттың ілімі мен мәнін терең меңгерсін. Оны иманның мәйегіне мықтап қондырсын. Иманмен суарылмаған тағат қабыл болмайды. Екінші, нәпсісін қор тұтсын. Тойымсыз арзу қалауына тор тұтсын. Әйтпесе көңілін құрт кеулеп, егілген дарақты жеп тынады. Үшінші, үміт пен күдікті қаперде ұстасын. Олар адамның қос қанаты. Бір қанаты кем болса, шайтанның құрылуы, тұзағына ілініп қалуы әп-сәтте, деді Алла. Дүниенің басы мен аяғы. Бір күні Дәуіт Хаққа мінәжат етіп отырып, «Уа Тәңірім, бұл дүниенің басы мен аяғы қанша жыл?» деп сұрады. «Әй Дәуіт, мен бұл дүниеден бұрын 40 000 шаһар жараттым. Әрбір шаһардың ішінен 40 000 сарай жараттым. Әр сарайдың 1000 ауласы бар еді. Оның әр ауласында 40 000 үй бой көтерді. Әр үйдің ішінде 40 000 қамба болды. Әр қамбада 18 000 дән сақталды. Содан кейін бір құс жараттым. Оған 12 000 жылда бір түйір дәннен жеп тұр деп бұйырдым. Ол құс ырыздығын сол дәннен айыратын. Бір күні ол құс бәрін жеп бітірді. Дәнді тауысқан соң ол аштан өлді. Менің дәргейіме қайта оралғанда, «Ей құс, бұл дүние қандай екен?» деп сұрадым. Ол, «Дүние бір керуен сарай сияқты. Бір қақпасынан кірдім, көзді ашып жұмғанша екінші қақпасынан шықтым» деп жауап берген екен, деді Тәңірісі. Сүйінші мен үрей. Бір күні Дәуітке Алладан әуез келді. «Ей Дәуіт, күнәһар адамға менің мейірім махаббатымның шексіз екенін айтып сүйінші сұра. Алла салих құлымның көкірегіне үрей сал» деді. «Уа Жаббар ием, күнәһарды төмен немен сүйіншілейін, салих жанды немен қорқытайын?» деді. Хақ тағала, күнәһар құлым менен үмітін үзбесін. Менің кешірім қақпам қиямет қайымға дейін ашық тұрады. Ал салих құлдар тағатына мастанып, тәкаппар пиғылға түспесін. Кібірлік көңіл көзін бітпейтін ең ауыр дерт деген екен.